Ешке бармайдың да сияқты ол. Жігіттер көрмей қалдық демесін. Түсіп ойнайықшы залға кет. Көкемде көрген гүл қала, өзгеге арман бұл қала. Алдында мына жерде Аманат партиясының өкілі Нұржан ағамыз отырады. Айта берсейші, жеткізетіндер бар осы жерде. Алдында отыр, Сонымен Аманат партиясының алдында болған жағдай. Пирамидада алып қойған балдарын қайтарыңдар. Болмаса өзімді өртеймін. Бұл қара халыққа түсініксіз болуы мүмкін, бірақ бұл Акиматты жаман жизада. Балыңды бермеген Аманат партиясының мүшесі Нұржан әділетті Қазақстан дейді ғой. Жауапкершілік жайлы 2 рет үйленген Жахан айтады ғой. Неге сахнада даңғанса тұрмадыңдар, еркекше деп, қатындармен соттасып жүрген Нұр болған айтады. Тым аса артық кетіп қалдыңдар, жігіттер. Әділдік сұрайым деп, өздерің асыра сілтеп қойдыңдар. Конкретно мына жақта сахнада әзіл емес, реніш ойнап кеттіңдер өздерінің. Басы әдем болды, басында керемет мысалдар болды, керемет. Одан кейін өздерінің ойындарыңа кетіп қалуларың керек еді. Жоқ, басынан аяғына дейін ренішке шығып, береке мына жаққа тұрып алдында, аналар шайды дейсің. Аналар дейтін кімсің сен, береке? Сен айтып жатқан аналар кезінде чемпион болды болмады білмеймін, бірақ белгілі бір деңгейге жетіп, Есен ағаның қазылар алқасына шақыратындай уақытына жетті. Сен де Құдай қаласа сол кезге, сол деңгейге жетесің деп сенемін, ойлаймын. Сол кезде аналар деген кезде мүмкін сен де ренжитін шығарсың. Солар үшін мен қазір осы әңгіме үшін ренжіп тұрмын. Мүмкін ол сенің қателігің емес, мүмкін редактураның қателігі шығар. Осындай сөзді жіберіп отқан, осындай әзілдер жіберіп отқан. Акиматтың алдында өз-өзімді өртеп тастаймын деген қандай қате әзіл? Кешірім сұрайын, ебать, адам өмір ғой ол. Ондай болмайды қателік жасауға. Эфир үшін емес. Митингта қанша адам кетіп қалды? Алматыда болдыңдар ма сендер? Болмайды ондай қателік жасауға. Білмеймін, редакторлар мына жақта кетіп қалды, қарап отырмын, жоқ, біз оны өткізген жоқпыз дейді. Қалай сендер өткізіп отырсыңдар? Тәжірибелі командасыңдар. Болмайды, сама редактура деген болу керек. 1000 жерден ренжідің ба, әзілмен тұрда, дәлелде. Халық сен сүйет, онсыз да күлет. Не керегі бар оның? Не керегі бар, жігіттер? Мен қазір сендер жамандап отқан жоқпын. Мен сендер білем, мықты командасыңдар. Жаным ашығаннан кейін. Қазір итакты ренжітіп алып, ертең білмеймін қалай ұпай-сандарын жеңіп аласыңдар. Өйткені уже -1 ұпай ренішім бар сендерге. Осындай қате әзіл жібергендерің үшін. Бар ішінде күлкілі әзілдер бар, түртіп отқаным бар. Бірақ осындай қате фоловый әзілдермен өздерінің білмеймін деңгейлерін түсіріп алатсыңдар. Абыройларын түсіріп алатсыңдар. Мына қазір халықтың қолдап атқаны өткен ойындар үшін аванс. Қазір сөздің ашығы керек, ұлттық сапаға жеңіліп отырсыңдар. Тек қана бұлар ешқандай қозғап, өздері шықты, пиу ішетін ағаны әзілдеді, болды, кетті кәдімгідей. Елжан қарнын көрсетті, шығып кеткен. Болды. Все, дүниеден өтіп кеткен, өз-өзін өртеп жүрген адамның қасында пиво ішіп жүрген ағамыз жеңіп отыр, прикинь. Вот, сырттай көрініс осылай. Мүмкін ол сендердің іштегі
андай болады ғой, ызаларың шығар, осы сахнада көрсеткілерің келген шығар, бірақ тым аса қате кеттіңдер. Сәл болса да редактураны тыңдау керек. Сол кезде редактураны тыңдасаңдар, олар сендерді жонып, кішкене ызаларыңды дұрыс жолға келтіріп, сол кезде мүмкін мықты ойын көрсетіп, 4-0 бүгін жеңіп кететін беңдер. Менің ойымша. Болды, материал болды, қолдарынан келеді, бірақ қатты қателік жібердіңдер. Ренжідім, шыны керек, ренжідім. Аналар жюридің шешіммен сендер санасатын деңгейде емессіңдер. Ренжімеңдер, жюри құдай емес. Жюри сендерден тым, нихуя сендерден мықты жюри. Жюри биік, сол үшін қазылар алқасына отырғызды. Білмеймін, құрметті көрермендер, құрметті қазақстандықтар, қазылар алқасының шешіммен келіспейтін шығарсыңдар, бірақ әрбір адамның өзінің жеке пікірі бар. Сонымен келісу керек. Егер қазылар алқасы белгілі бір әзілмен, белгілі бір ойындарымен келіспеді ме, демек кінә өздерінде. Өздерінен тауып, ұтымды пайдалануға. Келесі ойын бар, тағы 4 ойын бар. Дәлелдеңдер, шашып тастаңдар. Шанс бар, мүмкіндік бар, соны істеп тастаңдар. Тек қана тілейтін сол, жаңа Марат досым айтып кетті ғой, Жайдарман сахнасы тек қана позитив айнасы болсыншы. Бұл жақта бір-бірімізге ренжіп, бұл жақта кәдімгідей бұрынғы өтіп кеткен нәрселер, бұл соғыс емес, бұл ойын, бұл шоу. Осы жерде бір-бірімізге достық кәдімгі мекен екенін, әзіл мекен екенін көрсетейікші. Жаңа артық кеткен үшін, бүкіл көрермен үшін сендерден барлықтарыңыз, Есін аға, бірінші кезекте сізден кешірім сұраймын. Эмоция беріліп кеттім, бірақ айтпасқа болмайды. Келесі ойында қателіктеріңізді түзеңіздер.